Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Сабақтың тақырыбы менің досым шебер. Жаңа сөздер: қолөнер, қайшы, желім, шеберхана, ине, шебер. Жіктік жалғауының жекеше және көпше түрінде берілген мысалдарға назар аударайық. Жекеше түрде бірінші жақта мен ұя жасаймын. Екінші жақта сен ұя жасайсың. Сыпайы түрде сіз ұя жасайсыз. Үшінші жақта ол ұя жасайды. Көпше түрде бірінші жақта біз қатысамыз. Екінші жақта сендер қатысасыңдар. Сыпайы түрде сіздер қатысасыздар. Үшінші жақта олар қатысады. Жазылым бойынша екінші тапсырма: сөздерде бірнеше әріп жетіспейді. Ол әріптерді тауып, сөздерді жаз. Оқушылар осы берілген сөздерге тиісті әріптерді қойып жазып көрейік. Ойланып көріңіздер, қандай әріптерді қосуымызға болады. Тексеріп көрейік. Бірінші қолөнер, үйірме, шебер, қобыз, домбыра, орындық. Дұрыс орындады деп ойлаймын, жарайсыздар. Оқылым бойынша үшінші тапсырма: мәтінді оқы, тағы қандай қауіпсіздік ережелерін білесің, айтып бер. Біздің мектепте шеберхана бар. Біз шеберханада әртүрлі заттар жасаймыз. Мұғалім бізге қауіпсіздік шараларын түсіндірді. Инені ауызға салуға болмайды. Оны арнайы қорапшада сақтау керек. Желімді ауызға, көзге тигізуге болмайды. Қайшыны партаның оң жақ шетіне қою қажет. Ендеше қауіпсіздік ережелеріне тоқталайық. Қандай қауіпсіздік ережелерін білесіздер? Мысалы, инені әр жерге тастамауымыз керек. Қайшымен ойнамауымыз қажет. Тиісті құралдарды мұғалімнің көмегімен алуымыз қажет. Мәтіннің орысша нұсқасы экранда. Жазылым бойынша 5-ші тапсырма: сөздерден сөйлем құрап жаз. Оқушылар, сіздерге шатасқан сөздер берілген. Сол сөздерден дұрыс сөйлем құрауларыңыз қажет. Мысалы, біз жасаймыз әртүрлі шеберханада заттар. Дұрыс қалай болады? Біз шеберханада әртүрлі заттар жасаймыз. Орындық досым ұя, үй жасады ағаштан. Дұрысы: досым ағаштан ұя, орындық үй жасады. Өнерлі отбасы қатыстық біз байқауына. Біз өнерлі отбасы байқауына қатыстық. Достарымен ол қара жорға сахнада билейді биін. Ол достарымен сахнада қара жорға биін билейді. Қайшыны шетіне қою оң жақ партаның қажет. Қайшыны партаның оң жақ шетіне қою қажет. Тапсырманың орысша нұсқасы. Есте сақта: менің досым шебер. Ол көптеген байқауға қатысты. Оның қолынан бәрі келеді. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.